Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен Есімбек Майра каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай дәмді, тез жасалатын чак-чак дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып, менде үйдің жұмыртқасы, сол үшін сап-сары осындай. 2 жұмыртқамыз жарамыз, араластырып, үстіне ас содасын саламыз. Шай қасықтың ұшымен салатын боламыз. Одан кейін араластырып, ұнымызды салып, қатты қамыр илейміз. Менікі ұным електен еленіп, дайын тұрған ұн. Осылай шетінен салып отырып, қамыр илеңіздер. Әр жұмыртқаның үлкендігі, көлемі әртүрлі болғандықтан, ұныңыз осындай қатты қамыр болғанша ұнды салып илейсіздер. Оны пакетке салып қойып қоясыздар. Кішкене тынғаннан кейін осылай жаямыз. Жұп-жұқа қылып жайып, ысып тұрған майымызға кесіп қуырып аламыз. Тез қуырылады. Бұл аяқ асты қонақ келіп қалған кезде жасасаңыздар болады. Дәмді, тез жасалады. Міне осындай мен 4 бұрышты, майда 4 бұрышты етіп кестім. Жұқа болса, кішкене қытырлақ болып піседі. Менікі қатты жұқа қылмадым. Сол кезде жұмсақ болып, әдемі болып піседі. Міне осындай 4 бұрышты формада турап, майды отқа қойып, ыдысымды ысытамын. Содан кейін осылай бір уыстан салып, қуырып аламын. Тез қуырылады, дәмді. Осы қуырып дайындап алғаннан кейін қоюлатылған сүт, яғни сгущенное молоко, соны құйып, үстіне араластырып, ыдыстарға саламыз. Бетіне әрлеу үшін, сәндеу үшін менде күнжітпен мак болды. Міне осылай тез піседі. Қамырды жұқа қылып жайсаңыздар қытырлақ болып шығады. Менде жартылай осындай қатты қытырлақ емес, осындай әдемі болып пісті, томпақ болып. Енді осыны ыдысымызға салып, қоюлатылған сүтімізді құйып араластырамыз. Содан кейін әр тарелкаға, ыдысымызға салып, бетіне сәндеп, әрлеп, макпен күнжітті сеуіп қоямыз. Ас болсын, сіздермен болған Есімбек Майра. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Астына пікір қалдырып, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.